Жүктілік және жыныстық қатынас, да. Во-первых, бұл сіздің күйеуіңізге емес, сізге зиян. Во-вторых, сіздің балаңызға тоже самый зиян. Одан кейін барып бала күйеуіңізге зиян. Сондықтан, когда сіз жыныстық қатынасқа түсесіз, сіз угрозаның наоборот алдын алуыңыз мүмкін. Угроза бізде неден болады? Угроза бізде стресстен болады. Ал стресс бізден қайдан болады? Стресс бізде гормондар дұрыс қорытылмағаннан болады, И сол арқылы наоборот мына балаға оттегі барады. Қай уақытта бізде жыныстық қатынас болмайды? Жүктілік кезде ол когда сізде гематома болса, угроза, сильный угроза болады. Яғни өте қатты гипертонус болса. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге керемет тақырыптың бірі жүктілік және жыныстық қатынас. Бізде көп қыздардан сұрасақ, жоқ, мен 9 ай бойы жүктілік жыныстық қатынас болған жоқ. Себебі мен көтердім, мен қорықтым, менде гематома болды, менде угроза болды. Потом мен жігітім таппай қалдым, қақта кеткенде. Неге? Естественно, сен таппай қаласыз. Или мен жігітім шыдап жүрді 9 ай бойы, представляете? Қыздар, так нельзя, вот точно, вот сол болмайды, да. Неге? Во-первых, бұл сіздің күйеуіңізге емес, сізге зиян. Во-вторых, сіздің балаңызға тоже самый зиян. Одан кейін барып бала күйеуіңізге зиян, білесіз ба? Себебі күйеуіңіз одан жүріп кетуі мүмкін, Шыдамайды ғой ол еркек. Ал толығымен не үшін екенін білгіңіз келе ме? Не үшін зиян екен? Онда міндетті түрде маған лайк басыңыз, уведомление қойып қойыңыз, подписка жасауды ұмытып кетпеңіз, да. Сонда сізге толық ақпарат айтатын боламыз, иншалла. Ендеше бала бұл қайда бітеді, Вот, как раз менде баланың манекені бар. Көрсетіп қойыңыздар, қыздар. Міне. Мынау бізде жатыр, Мынау жатыр, мынау бала. Бала осылайынан жатады, жатырда. Мынау осылайынан. Значит, бұл қайда? Бұл мына жерде жатыр. Мынау біздің жатырымызда жатыр. Бұл жатырда мына жерден бөлек мына жерде не бар? Бізде жатыр мойны бар. Міне көрдіңіз бе? Жатыр мойны бар. Бұл не болады? Сомкнут деп жазылады, Вот, когда өзіға түсесіз. Значит, не қатты қысулы тұр. Вы ни в коем случае оған қолыңыз тықсаңыз даже ала алмайсыз, да. Яғни қолыңыз тықпаңыз, сіз қолыңыз тықылмайды. Ол өте сондай прям қатты жабысып тұрады. Сол нәрсе шейкаңыз ашылмайды. Ол ашылу үшін, как положено, гормон керек даже, да. Не үшін, мысалы, укол салады, содан кейін барып ашылады. Не үшін сіз гормональный таблетка ішесіз, содан кейін барып ашылады. Потому что без гормона оны ни в коем случае сіз аша алмайсыз, да. Сол себептен, вот. Ендеше, жыныстық қатынас қай жерге дейін болады? Жыныстық қатынас мына жерге дейін келмейді ғой бізде, да. Енді жыныстық қатынас мына жерде мынау қынапқа дейін. Когда біз жыныстық қатынасқа түсеміз, да, нормада күнде демеймін, хотя бы аптасына 2 рет түсесіз. Вот, мына жерге дейін сіз қосыласыз. Бұл жерге дейін қосылғаннан кейін не бөлінеді сізде? Во-первых, когда оргазм аласыз, бізде гормон любви, дофамин гормоны, эстроген гормондары әдемі жұмыс жасай бастайды. Білесіз, бізде даже тестостерон гормоны бар, яғни мужской гормон бар. Даже соның өзінің керемет, нендей кішкентай болса да, андай рөлі бар да біздің ағзаға керекті. Себебі ол бүкіл нәрсеге жауап беріп отырады екен, да. Ал еркектерде ол тем более тестостерон көп деу, да. Сондықтан, когда сіз жыныстық қатынасқа түсесіз, сіз угрозаның наоборот алдын алуыңыз мүмкін. Наоборот, неге? Угроза бізде неден болады? Угроза бізде стресстен болады. Ал стресс бізден қайдан болады? Стресс бізде гормондар дұрыс қорытылмағаннан болады, Значит, не? Значит, біз жыныстық қатынасқа дұрыс жасамаймыз. Дұрыс түспейміз. Біз қашамыз, ненавижу, жек көреміз, жақындағым келмейді, өтірік ұйықтап қаламыз, неше түрлі сылтауларды, яғни бізде гормон дұрыс бөлінбейді. Особенно вот ажырасқан әйелдермен сөйлессең, олар өте жаңағыдай негативный болады, прям естен кіргеннен бет-ауздар бадырайып, уже қабақтары мынау еріндерінен түсіп кетеді. Неге? Себебі ода уже сразу түріне қарап білуге болады. Әйелдің түріне қарап, ода жыныстық қатынас даже қашан болғанын айтып білуге болады. Вот кімде ол жетпейді, на самом деле жыныстық қатынаста оға әйел прям түңіліп жүреді. Ал кімде ол нормально, регулярно, ол әйел наоборот күліп, ойнап, спокойно, өзін сабырға шақыра алады, да. Поэтому бізге жыныстық қатынас жүктілік кезде керек. Когда жыныстық қатынас кезде болады, жүктілік кезде бізде гормон любви өзінің гормондардың бәрі күштірек бөлінеді. Ол жерде не? Қан айналым, яғни тамырлар расширяется, олар кеңейеді, қан айналым резко, да, прям секунд прям қимылдап жатады. И сол арқылы наоборот мына балаға оттегі барады, представляете? Вот кімде гипоплазия, да, вот кімде многоводие, маловодие, наоборот, часто лучше жыныстық қатынасқа прям через день болса да болады, да. Себебі наоборот сіз балаға көмектесесіз. Енді қан айналып, тамырлар ашып тұрсыз, одан кеп тұр ғой ол қан. Қан келген сайын бала здоровый болады деген сөз, да. Поэтому сіз бұл жағынан исключить етудің керегі жоқ. Ал қай уақытта бізде жыныстық қатынас болмайды, жүктілік кезде, ол когда сізде гематома болса, угроза, сильный угроза болады, яғни өте қатты гипертонус болса,
И то бұл жерде жыныс қатынас болмайды делінбеген, болады, но только легкий секс деген, иә, яғни жай ғана түрде, да, чтобы бізде гормон дұрыс бөліну үшін, да. Ал болмайды строго бұл гематома, яғни ұйыған қан рассасываться етілмей қалмау үшін бізге болмайды деген только сол уақытта. И когда бала төмен орналасқанда, когда сізде опушение қатты болса, низкая плацентация, яғни низкая плацентация, мына тұрған мысалы баланың басы мына жақтан бізде шығу керек, получается мына жерден шығу керек та. Ал именно осы жерге плацентасы баланың жолдасы орналасқан болса, ондай кезде то же самое жыныстық қатынас, именно жесткий секс болмайды деген сөз. Ал қалған жағдайларда болады. Так что сіз жігіттеріңізді қинамаңыздар, айлап, жылдап, қосылмай қашып жүрмеңіздер, наоборот, желкесінен тақып тастамаңыздар, давай жаным жүреге деп та диванға қарай сүйреуді әрекет етіңіздер. Себебі сіз солайынан өзіңізге де, балаңызға да көмектесесіз. Бұл жерде сізге даже магний бөлшек ішудің қажеті болмайды. Ендеше сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппаровна, ақпарат тиімді және ұнамды болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, комментарий қалдырыңыздар.